Менің есімім Шахмұрат Ордабаев. Мен театр, кино актермін және дубляж режиссер. Қош келдіңдер. Чудесно, еще один бедолага, которого нельзя есть. Шындап келгенде, тіл мәселесі біз үшін өте маңызды. Я плыву с Муаны! Да у меня у самого папа в милиции работает. Кого я слушаю? Вот эту гадалку и коррумпированного мента? Мен болашақта ешқандай Голливуд актерларының дауысы болғым келмейді. Бірақ болашақта шығатын үлкен франшизаларды қазақшаға дауыстағым келеді. Қашан біз оған дайын боламыз, ошан естейміз. Қазір биыл шығатын фильмдердің кассалық көрсеткіші көрермендер неғұрлым көбірек көрсе, соғұрлым рейтингі жоғары R18+ сияқты контенттер де қазақша дыбысталуы мүмкін. Егер біз отбасылық фильмдерде көруге дайын болмасақ, демек R18+ сияқты контентке тіпті де бармаймыз. Ол бұлай қысқа түсіндірілетін нәрсе емес. Ол күрделі сұрақ және күрделі жауапты талап етеді. Актер ретінде менің бір арманым болды. Жақында жуырда шығатын Тамаша туралы сериал шығады деп естідім, және сонда басты рөлге мені пробаға шақырған болатын. Құдайберген Сұлтанбаев ағамыздың рөліне. Қатты қызықтым, бірақ өкінішке қарай тура сол кезде менің басқа дубляждық жобам болған соң мен оған қатыса алмадым. Сәл өкіндім, өйткені ол қызық. Тұлға деп айтатын бір үлкен тарихи тұлғаны ойнау ойымда жоқ, бірақ биографиясы қызық, өмірлік биографиясы қызық кейіпкерлерді ойнау мен үшін қызықты. Тамашаның кейіпкері және оның тарихы қызық болатын сияқты. Қазақстандық қазір бағыма қарай, дәл қазір Қазақстанда жақсы керемет режиссермен жұмыс істеп келе жатырмын, Әділхан Ержановпен, және ол үшін қуаныштымын. Әлі де мен осы Досмұқасан фильмінің режиссері Айдын Сахаманмен тағы да бір жұмыс істесем бе деймін. Сонымен қатар европалық біраз режиссерлардың жұмыстарына қатысып көрсем екен, актер болып па, әлде басқа да шығармашылық құрам болып па білмеймін, жұмыс істеп көргім келеді. Көп авторлар. Мысалы, Альфонс Куаронның жұмыстары ұнайды маған. Одан кейін Дюнаның режиссері Дени Вильнев. Сол кісінің осы екінші Дюнаны жасағаны өте ұнады. Ал бұлай негізі өзім Бёртонның туындыларын жақсы көремін, Тим Бёртонның. Соған қатысып көрсек екен деймін, өйткені менің жаныма жақын нәрсе ол. Ондай адам жоқ. Жоқ, кумир тұтқан емеспін ешқашан. Пір тұту, кумир қылу, таңданатын, тамсанатын, не деген мықты, қандай мықты актер деген ойлар болды. Көп ондай әртістер. Оның ішінде, мысалы, өзіме ұнағаны, мысалы, Джим Керридің ойнағаны ұнайды. Ешқашан үлкен бағаға ие болмаса да, комедиялық тұрғыдан да, драмадан да, әртүрлі жанрда өзін күшті көрсете білетін актер. Джек Николсон, Энтони Хопкинс, Макгрегор толып жатыр ұнайтындар, бірақ пір тұту деген жоқ, ондай нәрсе болған жоқ. Жақында Шәкен Аймановтың юбилейіне орай теледидардан Тақиялы періштені көрсетті. Қайта бір жанданып қалдым. Күшті бір серпіліс алдым. Сосын Серкебай Бермек ағаның Япорайды классикалық формада симфониялық оркестрмен айтқан естіп, тағы да бір денем түршіп, көзіме жас келді. Ол пір тұту болмаса да, ол адамның талантына, қабілетіне тамсану. Жаз болса көлдің бетін көбік жабарай,
Мойнына ақ моншақтан япырай, маржан тағарай. Бірақ үлгі тұту деген, үлгі мен үшін менің әке шешем. Екеуі де өнерде болған кісілер. Олар өздерінің өнерге деген адалдығының арқасында мен де сондай тәрбиеледі. Ешқашан арзан құтқан ақшаға, жеңіл қарым-қатынасқа, той-томалақ, арзан құтқан комедияларға сондықтан араласпай жүрмін. Фэнтези. Толкин, Роулинг, сосын фантастика, Star Wars, Жұлдызды соғыстар, Star Trek, Дюна, сосын фэнтези болғанда кімнің ең сүйікті фильмдерінің бірі Тим Бертонның «Крупная рыба», «Big Fish» фильмі. Ол бір жағынан Journey, бір жағынан фэнтези. Жалпы маған фэнтези жаныма жақын. Әртіс ретінде сахнада ойнау үшін әрине ондай қызық жанр емес. Сахнада әртіс ретінде драманы ойнағанды жақсы көресің, комедияны ләззат аласың. Ал көру ретінде, маған көрермен ретінде көру, маған жаңағы Star Wars, сосын мультфильмді өте жақсы көремін. Бала кезімнен қалай мультфильмді көре бастадым, ол енді мен үшін бөлек нәрсе. Ол өйткені мультфильмнің ішінде де жанрлар көп қой. Ол басқа, анимация деген басқа жанр, басқа бір сала сияқты, соның ішінде әртүрлі жанрлар болады. Анимацияның ішінде де көп жанрларды ұнатамын. Жалпы анимацияның көбін ұнатамын және көбін көруге тырысамын. Естуіңіз әбден мүмкін. Ол да көп ұзамай болып қалуы әбден мүмкін. Shit, Negro, that's all you had to say. Прокаттық кезең өтіп кеткенмен де әлі де актуалды, әлі де атақты әйгілі болып кеткен фильмдер, аты шулы, көп сыйлыққа ие болған деген сияқты. Оны қалай қазақша көруіміз әбден мүмкін. Біріншіден бізде телеарналар бар, олар бірең-сараң жобаларды алып тұрады. Және онлайн сервистер, онлайн кинотеатрлар. Қазақстандық та болашақ онлайн кинотеатр бар, ол жуырда шығады. Мен оны анық білем. Және сонда біраз фильмдер сатып алынды. Дәл осы фильмдер нақты алынды, жылдың басында шығады деп айта алмаймын, бірақ көп ұзамай бұл фильмдер тек қазақша, қазақ тілінде көрерменге жол тартатынына кәміл сенемін болады. Ол үшін олардың стриминг сервистері Қазақстанда ашылу керек толыққанда. Мысалы, Netflix үшін Қазақстан әлі де бір 100% қазақ тілді көрерменді ұсынатын мемлекет болып есептелмейді. Оларға біздің орысша көріп, орысша подписка жасап, жаңағыдай орыс тілді бола тұра подписка жасап, орысша көргеніміздің өздері оларға жеткілікті. Олар түгел сервисті қазақшаға аударатын болса, олар жаңа Netflix ол үшін қыруар көп ақша жұмсау керек екен. Платформаның өзі қазақшаға дыбысталады, біраз адамдар қызметке алыну керек, және ішіндегі контенттің барлығы қазақша дыбысталу керек. Сондықтан әзірше әрине ондай нәрсе күтілмейді Netflix туралы. Apple TV туралы білмеймін, оның контенті басқаларына қарағанда азырақ. Және Disney Plus жақын арада Қазақстанда платформа ретінде ашылмайтынын анық білемін. Бірақ Disneyдің көп туындысын біздің телеарналар сатып алып дыбыстайды, және Disney жалпы прокатқа, Қазақстанда прокатқа шығып жүрген, қазақ тілінде прокатқа шығып жүрген бірден бір компаниялардың бірі, алғашқылардың бірі осы. Оның ішінде жаңағы Sony'дің фильмдері де болды, енді аралас Disneyдің фильмдері де бар. Бірақ жақын арада ашыла қояды деп ойламаймын. Ол бізге ғана байланысты. Бізге дегенде дубляж істеп жүрген адамдарға емес, көрерменге ғана байланысты. Көрермен орысшаны таңдай беретін болса, дубляждың болашағы болмайды. Кім үшін жасалып жатқаны түсініксіз. Кинотеатрға барғанда көрермен қай тілде таңдайды екен көруді, фильмді. Ол орыс тілін таңдауы мүмкін, қазақ тілін таңдауы мүмкін. Тек орысша сөйлеп тұрса адам, әрине ол өзіне түсінікті болу үшін орысшасын таңдайды.
қазақ тілінде ғана сөйлейтін адамдардың өзі сөйте тұра тек қазақша сөйлейтін адамдардың өздері кинотеатрға барып орысшасын таңдайды. Сол кішкене өкінішті. Соның кесірінен осы жалпы дубляждың барлығы не үшін жасалып жатыр деген ой туады. Мұның барлығы көрермен үшін, көрерменіміз үшін жасалып жатыр. Сондықтан болашағы бола ма, болмай ма, оның барлығы тек біздің көрерменнің қолында. Көрермен таңдаса, тек қазақшаны көруге қызықса, сонда біздің жұмыс бекер болмайды. Біріншісі жаңағы Big Fish, крупная рыба, Тим Бёртон. Одан кейінгісі криминальный қоя тұрайын. Тарантино және басқа режиссерлар 4 комнаты деген альманах бар. Қатты ұнайды маған. Одан кейін көп олар, тым бөлу қиын. Барлық трилогия The Lord of the Rings. Я, сол шығар. Көп мюзиклдар ұнайды. Мулен Руш, Чикаго, оларды ұнайды. Егер көрерменге көруге кеңес беремін десем. Одан кейін айтамыз. Жақсы. Және оған қазақ классикасы Қожаны қосам. Біріншісі, мен өзім сияқты романтиктерге, қиял ғажайып әлемге сенетін музыканы ұнататын адамдарға мен Мулен Ружды көруге кеңес беремін. Сонымен қатар Баз Лурман, қателеспесем. Екіншісі ол Тим Бёртон The Big Fish, крупная рыба. Қазақша әлі дыбысталмаған. Құдай қаласа дыбысталады. Ал үшіншісі ол Амели. Амели из Монмартр деген француз фильмі бар. Басты рөлде Одри Тату. Сол фильмді көруге кеңес беремін. Ешқандай жаңағыдай high спецэффект, motion capture ештеңе жоқ. Ешқандай автобус, жаңағы самолет төңкеріліп жатқан жоқ, планета құрып жатқан жоқ. Мстители дағыдай, кек алушылар дағыдай қыруар миллиардтаған ақша түсірілген жоқ. Бірақ мына фильм бір демде өтеді. Камерда сол Монмартрдың аясында болып жатқан оқиға. Ғажап, нағыз кинематография осындай. Мен үшін нағыз кинематография осындай. Қазақстандық фильмдерді де ұсынар едім. Барлығын емес, бірақ теріп-теріп, оның ішінде де көруге болатындары бар. Оның бірі міне. Пиксардың мысалы туындылары бір-бірімен байланысты. Жаңағыдай олардың пицца хат сияқты, Planet Pizza деген машина барлық жерде кездеседі деген сияқты нәрсе бар. Негізгі ерекшеліктердің бірі, әсіресе дубляжға келгенде, ол менің ойымша фильмдердің, халықаралық үлкен фильмдердің көрерменге жетпес бұрын, дыбысталмас бұрын әртүрлі жұмыс, постпродакшн дейді, әртүрлі жұмыс кезеңдерінен өтетіні. Мен дубляж режиссер ретінде фильмдердің материалдарын фильм әлі кинотеатрға шықпас бұрын аламын. Мысалы ретінде сіз көрген Аватар фильмін, сіздер енді барлық суреті салынып, судың астындағы толқуын жүзіп, қасында басқалары да жүзіп, жан-жануарлардың барлығының жүзіп суреттерінің салынғанын көрдіңіздер, кейіпкерлердің де жүздерінің салынғанын көрдіңіздер. Менікі керісінше, мен ең бастапқыда алғашқы кезеңде материалды алған кезде ешқандай жаңағыдай сурет салынбаған, адамдардың басына мынадай нәрселер жапсырылған, секіретін болса жіптері жапсырылған деген сияқты көп әлі көрерменге ұсынылмайтын нәрселер. Мысалы бір жылдары Росомаха фильмі қайсы дейсіңдер жоқ. Бір Росомаха туралы бір фильмнің жаңағы әлі черновой, әлі дайын емес варианты көрерменге кетіп қалған. Спойлер болып, кинотеатрға шықпас бұрын, ол жерде жаңағы біраз нәрсе жасалмаған. Сол сияқты бізге де сондай материал келеді, сонымен жұмыс істейміз. Ол ненің белгісі, фильмді кеш асығып жасап жатыр деген нәрсе емес. Біз дубляж студиялары
жан жақты нәрсеге дайын болуымыз керек. Және былайша айтқанда драматургия бойынша өзгерістер, кейбір сахналарды кесіп алып тастайды, кейбір сахнаны қосады. Оны бірінші білетін біз ғана. Бізге дейін әлі оны ешкім танымайды, білмейді. Көрерменге біз дайын нұсқасын шығармас бұрын осы барлық кезеңдерден постпродакшн командасымен бірге өтуіміз керек. Сол үшін жасалатын ерекшелік. Бұны көп адам біле қоймайды. Бәрі ойлайды, осы фильм дайын болып келеді, жаңағы түрлі түсті болып біз оны кеп дыбыстаймыз. Олай емес. 1040 рет фильм ауысуы мүмкін. 99 рет фильмнің жаңағы бір сөзін кесіп салып басқасын қосып, жаңағы бір сахнаның орнына басқаша сахнаны қосып, қазір мен жасап жатқан бір фильмнің біреуінде осындай, Веном туралы фильмде бір сахнаны алып тастайды, оның орнына басқасын қосады деген сияқты сәттер көп кездеседі. Әсіресе ол анимация емес, кәдімгідей көркем фильмдерде жиі кездесетін нәрсе. Ол біздің практикамызда өте жиі кездеседі, біз оған әбден етіміз үйренген. Бірақ көрерменге сол қалпы фильмдерді көрсету ол біздің тарапымыздан заң жағынан да, ой саналы жағынан да үлкен бір қателік болар еді. Бұл ішкі нәрсе, бұны көп кино, тіпті кино саласында жүрген адамдардың өздері де бұны біле қоймайды. Бұл біздің құпия. Енді оны сіз білесіз. Ал жаңа сіз айтып жатқан нәрсе енді ол кішкене зерттелетін нәрсе ғой, бір-бірімен байланысты. Бірақ сіз да білесіз бе? Киноәлем, киновселенная дейді, иә? Марвелдің бөлек-бөлек фильмдері барлығы бір киноәлемге байланысты. Солай ғой? Ал сіз мысалы қазақстандық 70-ші жылдары шыққан қазақстандық фильмдердің де кино әлемі бар екенін білдіңіз бе мысалы? Білесіз бе? Бір факт біліп, недегі тақылып бершіде доктор туралы. Иә, мен оны подкастта айтқам, киноман подкастында айттым. Кім? Амина Өмірзақова ойнайтын кейіпкер ауырып қалып, соған бір қария досы келеді, ыдыспен мен сізге сорпа әкелдім дейді. Бұл сіз сауығып кетесіз, тез жазылып кетесіз, өйткені біздің доктор досымыз солай айтты дейді. Сосын Амина Өмірзақова айтады, доктор, қай доктор? Я сол доктор дейді. Аяқ астынан ауырып қалғанымдай. Іштен етпес, жазылып кетесіз. Қазір дәрігерде кеп қалар. Дәрігерде шақырып қойдыңыз ба? Әрине, ол да бір менің ескі досым, біздің сүйікті дәрігер. Ол тірі ме еді? Тірі, аздап қартайды. Здравствуйте. Ну-ка посмотрим, как у вас дела. Ага, ну что ж, чудесно. Никакого воспаления. Екеуі екі бөлек фильм, сөйте тұра бір сол фразаның арқасында екі бөлек фильм бір ортақ жаңағы кино әлемге байланысты болып қалды. Яғни Шәкен Айманов сол 60-70 жылдары кино вселенная деген нәрсені ойлап тапқан. Кітап әлемі кино әлеміне қарағанда әлдеқашан дамып кеткен. Өйткені ол нешінші ғасырдан бастап жазылып келе жатыр. Кітап деген классик туындылар өте көп. Демек, әр оқырманға өзінің жүрегіне жақын ыстық жанр бар, автор бар. Тек оны іздеп табу керек. Бұл бір әйел табумен бірдей. Өзіңнің авторыңды табу, ол өзіңнің тағдырыңды, әйеліңді табумен бірдей. Әркімге өзінің авторы ыстық. Тек жаңағы мейнстримге ғана еру ғана емес, сонымен қатар жанрдың, қандай жанрды ұнататыныңызды анықтап алуыңыз керек. Мысалы, мен нақты өзіме ұнайтын жанр бар. Фэнтези. Оның ішінде қандайларын білем, қандайларын білмеймін, үздіктерін сұрыптап шығам. Сыншылардың пікірін оқимын, және одан кейін оқимын. Сол оқып отырып қана, мысалы, мен Нил Гейманның маған жақын ыстық екенін сездім. Терри Пратчеттің Нил Гейманның маған жаныма жақынырақ екенін сездім. Соған қоса классикаға жақындау адамдардың ішіндегі Брэм Стокердің туындыларын айтты. Әсіресе туындылары дегенде енді бір туындысы ғана ғой, ең танымал Дракуласы ұнайды мысалы маған. Өйткені әлі де жаңағы фэнтези әлемі маған жақынырақ. Сөйте тұра классикалық туынды біздің жанымызға, біздің фольклорымызға, өмірімізге, өнерімізге жақындау дүние деп айтатын болсақ, маған Шыңғыс Айтматов өте жақын. Мен ол кісіні орысша оқыдым, өйткені ол кісі автор ретінде орысша жазған. Ол кісінің Ақ кеме, Пегипес, Тарғыл төбет, сосын Жәмилясын оқыдым. Осы сияқты туындылары маған қазір ғана, осы 30-дан асқан шағында маған
көп нәрсеге көзін жеткізіп жатыр. Оған дейін студент кезімде қақпайтын ештеңесін. Тек сол жаңағы Толкин, Терри Пратчетт, Нил Гейман соларды ғана оқып жүретінмін. Мейнстрим болып кеткен Джек Николсон ойнаған кім ғой? Над кукушкиным гнездом. Киносының аты «Пролетая над гнездом кукушки» деп аталады фильмі. Ал кітаптың атауы «Над кукушкиным гнездом». Ой, құдайым. Қысқасы, ол да мейнстрим болды. Біз оқып жүргенде көп оқыдық ондай нәрсені. Ал қазір уақыт өте келе адам өзінің авторын табады екен. Сондықтан мына кітапты оқыңыздар деп мен жаңағыдай ешкімді қинамай ақ қояйын. Бірақ өз кітабыңызды табу үшін өз авторыңызды іздеңіздер деп айта аламын. Маған ұнайтындары мен Шыңғыс атамызды ұнатамын, Айтматов, одан кейін Нил Гейман, Толкин және Чарльз Диккенс. Чарльз Диккенстің әсіресе Рождестволық хикая атты туындысы өте ұнайды. Менің жүрегімді жанды жылытатын туындылардың бірі. Ал «Над кукушкиным гнездом» кітабының авторы Кен Кези. Оны оқимын десеңіздер болады, бірақ ол кішкене ауырлау. Пандадағы тасбақаның айтқанын айтты маған. Енді орысшасы есімде, ағылшыншасы есімде жоқ. Прошлое забыто, грядущее закрыто, настоящее даровано дейді. Күшті айтылған. Өткен нәрсе өтті, жабық. Өткен нәрсе өтті, ұмытылды. Келешегіміз әлі жабық, оған өте алмаймыз. Ал бүгінгі күн ол сыйлық дейді. Бүгінгі күнмен өмір сүр, өткенге артыңа қарай берме, және ойбай ертең қайтайым деген нәрсенің болжағаннан түк шықпайды, бәрібір жабық, оны көре алмайсың. Бүгінгі күннің ләззатын ал, бүгінгі даланың ауасын жұт, Алматының көшесінде қыдыр, ән сал, сүйетін адамыңа ғашықпын деп айт деген сияқты. Осы нәрсені айтты маған. Сосын есіме түспей тұрғаны, тағы бірнеше нәрселер бар. Бала кезімізде көп кино көреміз ғой, сол Совет одағы кезінде шыққан фильмдердің әңгімесін айтты маған. Ол жерде де көп нәрсе енді әлемдік цитатаға айналып кеткен. Бірақ ол әртүрлі жағдайда ғана айтылатын нәрсе. Мысалы, текетіресіп қалғанда біреумен айтылатын сөздер болады, ол енді басқа фильмдерден дегендей. Ол таза менің өзімнің ішкі лексиконым ғой. Live by Bogao Beach деген сияқты. Бұғау сөздер. Ол басқа фильм, ол Похитители велосипедовтың итальяндық нұсқасы. Квентин Тарантиноның фильмі бар емес пе? Криминальное чтиво. Сонда екеуі кіріп келіп, күйеуі мен әйелі екеуі бір-бірімен әңгіме соғып тұрып, пистолеттен атып шығып, "It's a robbery" деп айғайлайтын сахна бар ғой. Сол кезде неге кім білмеймін, әйелдің боқтаған сахнасы күшті санамда қалып қойыпты. If anyone fucking bitch move, and I'll execute every motherfucking till last one of you. Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Масқара тұнып тұрған боғау сөз, бірақ есімде қалып қойыпты. Сондықтан ондай нәрсе болады. Көп нәрсе цитата деген көп қой. Бала кезімде мысалы біреудің бүйтіп, бала кезімде емес, әлі күнге дейін солай біреудің бүйтіп киім киіп көремін ғой. Мә, саған жарасады дейді мысалы. Оны мен айтамын, а мне всегда чужая одежда. А мне всегда шла чужая одежда деген фраза бар. Маған біреудің киімі қашанда жарасады деп. Ол менің бала кезімде, кішкентай кезімде Зита Гита деген сериалдың фильмнен көрген әңгіме, мысалы, сөйтіп жатталып қалады. Сосын бұлжырап төсекте жатасың, ештеңе істегің келмейді. Шақыра береді сені біреу, әйелің біреуін шақыра береді. Неге жауап бермейсің дегенде, өлген адам сөйлемейді деп жауап бересің мысалы. Неге олай істемеске? Сондықтан әртүрлі нәрсе болады. Цитата көп, кітаптан да көп, кинодан да көп. Ол жағдайда, белгілі бір жағдай болып қалған кезде еске түседі. Тарантино немесе Гай Ричи
Тарантино. Дисней немесе Pixar. Дисней жүреді. Екеуі бір нәрсе бірақ. Marvel әлде DC. DC. Кіші Роберт Дауниді дыбыстау немесе Ди Каприоны дыбыстау. Екеуін де дыбыстау. Жақсы. А24 немесе Голливуд. А24. Криштиану Роналду немесе Месси. Футбол көрмеймін вообще. Қандай салыңыз? Қай қолын дейсің? Сақинамен тұрғанда. Онда бұл Месси. Месси. Көрермен адам деген ол жалпы кез келген продуктты, фильмді, кітапты, әнді, подкастты таңдайтын тұтынушы. Сондықтан менің ойымша DC болсын, Marvel болсын, Pixar болсын, Disney болсын, мейлі қазақстандық кино болсын, шетелдік, француз, Европа, Голливуд, Болливуд болсын, мейлі қандай жағдай болғанда да көрермен өзінің бойында талғам деген нәрсені өсіру керек. Біз өйткені әр мемлекет, әр сала жақсы нәрсені де істейді, нашар нәрсені де істейді. Кез келген сол Голливудыңда да былығып жатқан ешқандай ой салмайтын фильмдер шығады. Және сол Болливудтың өзінде де, Қазақстанда да тұратын үлкен жаңағыдай ой салатын туындылар бар. Сондықтан менің ойымша бәрі біздің басымызда. Біз талғам қалыптастыруымыз керек. Біздің талғамымыз жоғары болу керек. Ол үшін біз кітап оқуымыз керек. Өйткені біздің қиялымыздан артық кинорежиссер жоқ. Сіз мысалы жаңағы Питер Джексонның «Властелин колец» фильмдерін көріп, тамсануыңыз мүмкін, бірақ ол фильмді көрмес бұрын сол кітапты оқып шықсаңыз, сол сценарийді оқып шықсаңыз, бәлкім сіздің ойыңыз, сіздің миыңыз одан мықтырақ сюжет ойлап таба бермеді. Оны ешкім білмейді. Сондықтан біз кітап оқудың арқасында өзіміздің қиялымызды, ойлау қабілетімізді, талғампаздығымызды жоғарылатамыз. Соның арқасында ғана өсеміз. Бұл енді андай қария, шалапа, аталардың айтатын қайталай беретін сөз сияқты деп ойлап қалмаңыздар. Оқу арқылы ғана өсеміз. Оқуда да талғам болу керек. Әртүрлі нәрсені оқу керек, бір-бірімен салыстыра білу керек, бір-бірімен жарыстыра білу керек. Міне сол кезде ғана біз кинотеатрға келіп, мен мынаның оқиғасын онсыз да оқыдым, бұл жаңағыдай осындай экранизация, мынау бәленше, мынау төленше деп осы фильмдердің ішінен сұрыптап тек үздіктерін тамашалауға болады. Менің айтарым осы. Құрметті достар, қандай фильм көрсеңіз де, қандай кітап таңдасаңыз да, осы 71-7 сіздерге жақсы кеңес береді. 71-7 мен бірге қазақ фильмін қолдайық.